Келес халық театрының ұжымы жазушы Тахауи Ақтановтың күтпеген кездесу шығармасын сахнаға алып шықты. Аталған қойылым көрермендердің зор қошеметіне ие болып, шоқтығы биік спектакльдердің бір ретінде кескінделді. Толығырақ тілші жалғайды. Тахауи Ақтановтың күтпеген кездесу шығармасында соғыс жылдары қан майдан суреттеледі. Арпалысқа толы соғыстағы екі азаматтың шынайы достығы айқын көрінеді. Сұрапыл соғыс аяқталған соң бейбіт мамыражай өмірдегі хикаялар баяндалады. Тақырыпқа қатсақ, Келес халық театрының ұжымы аталған шығарманы сахнаға алып шықты. Рас, қызып кеттім. Бірақ мені жұрттан асқан батыр екен деп ойламашты. Кейде ондай да болады. Бұға берген командир бастығына да, бағыныштыларына да қадір болды. Сол есіне шығарма. Ал кейде оқта ертеген жасағанды жек көрген маңғаз. Ергістің оғы, сіздің нағашыңыз емес қой. Сіздің ергеріңізді көтерсе шәкен. Дұрыс айтасың. Күтпеген кездесу атты бұл қойылым көрермендердің ыстық ықыласына зор қошеметіне ие болды. Себеп сахнадағы артистердің шебер образы көпшілікті тәнті етті. Біздің мақсатымыз халықтың жақсы бағасын алу, көңілінен шығу дейді Келес халық театрының артистері. Халық жақсы қабылдап жатыр. Біздің міндетіміз халыққа айдан анық жеткізіп беру. Құдай қаласа аман есен өткізіп болсақ, жылдық жоспарымыздың бір міндеті болды. Күтпеген кездесу атты спектакльдің қойылымы режиссеріміз Жангелді Мырзалиев ағамыз бастап келе жатқан көріністі спектакль бұл. Күтпеген кездесу бұл соғыс жайлы 41-ден 45. Сол арада жоғалған дос. Қанша арадан жылдар өткеннен кейін екі дос бір-бірін болашақта келешекте іздеп табады. Екі дос та тірі болып шығады соңында. Сол жайлы. Міне Келес халық театрының тағы бір қойылымы көрерменге осылайша жол тартып жүрегіне жетті десек әбден орынды. Алдағы уақытта да осындай тамаша спектакльдердің болатындығы айтылды. Қуанышқұл Мырзаев, Рахманбек Құралов, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.